1978 жылы 31 желтоқсанда Қазақстан қонақ үйі алғаш рет өз есігін қонақтарға айқара ашты. Содан бері бірнеше ондаған жылдар бойы қонақ үй Алматыға келіп кетушілерді жылы қарсы алып шығарып салуда. Мен қонақ үйдің ашылғанына тура 42 жыл өткенде жаңа жылды қарсы алуға осы қонақ үйге отбасыммен келдім. Алматының символына айналған 25 қабатты ғимарат бүгін қандай болып тұр екен? Бірге көрейік. Қазір Алматыда әрине неше түрлі керемет қонақ үйлер бар. Бірақ ол кезде 70 жылдардың басында Алматы қонақтарына қонақ үйде орын тапшылығы қатты сезілетін. СССР мемлекеттік құрылыс жоспары бойынша 12, максимум 14 қабатты қонақ үй салуға рұқсат етіледі. Алайда іс жүзінде барлығы басқаша болып шығады. Çekbol. Ne yaptın? Aha, nani? Bu ne? Rakyat. Duş. Ойбай, міне тұман емес. Түтін ғой. Қазақстан қонақ үйіне келген кезде ең маңызды нәрсе обзор ғой, терезеден. Бірақ өкінішке қарай терезесі өте кішкентай екен. Қаланы бұлай ғана көре аласыз. Vau. Қалың көптің ғой. Аха, бұлай күшті, бірақ та түтін басып жатқаны онша емес екен да. Өкінішті. Қонақ үйдің іші советский стильда. Совет Union Style деп қоямыз. Ескі екен енді. Иә. Бұл әшейін жаңағы Алматының бренді болсын тұрды. Иә. 25 қабатты зәулім ғимарат салуға сол кездегі орталық Мәскеуден рұқсат алу оңайға соқпайды. Тіпті Қонаевтың өзі кепіл болады. Қонақ үйдің сейсмикалық беріктігін дәлелдей отырып, комиссияны 25 қабатты үй салуға көндіреді. Бұл ғимараттың стилі кеңестік модернизм. Қазір советтік стилі сақтала отырып, жөндеу жұмыстары жүргізілгені көрініп тұр. ертегідегідей жасақ қой.
міндет қойғанда керек сияқты. Қазір ушундай Сәлем, қалдарыңыз қалай? Мен бүгін сіздерге Қазақстан қонақ үйін таныстырамын. Қазақстан қонақ үйі, яғни 25 қабатты қонақ үй, еліміздегі ең танымал қонақ үй деп айтсақ болады. Жалпы бұл қонақ үй 4 жұлдызды қонақ үй, 5 жұлдызды қонақ үй емес. Жалпы бұл қонақ үй 1975 жылы салынып басталған, 1977 жылға дейін салынған, яғни 2 жыл көлемінде салынған қонақ үй. Жалпы қонақ үй жөндеуден өткеннен кейін ішінде бірталай өзгерістер болып әдеміленген, заманауи стильде жасалған. Бірақ енді ішіне кірсеңіз өзінің бір ескі аурасы бар деп айтуға болады. Енді әрине планировкасы жағынан бұл қонақ үй заманауи қонақ үйлермен бәсекелесе алмайды. Себебі бөлмелер кішкентай деген сияқты, терезелері кішкентай, қазіргі заманға сай емес нәрселері бар да, бірақ өзінің бір стилі бар деп айтуға болады. Ал номердің бағасына келер болсақ, біз отбасылық номерді бір тәулігіне 45 000 теңгеге жалдап алдық. Одан басқа 25 қабатты саналатын Қазақстан қонақ үйінде 26 қабат және төбесіндегі алтын тәжіне көтерілу үшін тағы бірнеше қабатқа баспалдақ арқылы шыға аласыз. Қазақстан қонақ үйінде 360 нөмір бар. Егер бір жыл бойы осында тұрғыңыз келсе, күніне әртүрлі нөмір жалдай аласыз. Ғимарат сәулетшілері Ратушин мен Ухаботов, ал инженері Тәтіғұлов, Таев және Матвеец. Сондай-ақ мұнда 400 адам қызмет көрсетеді. Қонақ үй жылына 266 мың адамға қызмет көрсете алады. Бұл жерде күнделікті бизнес-ланч ұйымдастырылады. Бағасы адам басына 3200 теңге. Бұл тарихи ғимарат мемлекеттің қорғауындағы нысан болып есептеледі.